Барлықтарыңызға қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздерге бауырсақтың құпия рецептімен бөлісемін. Видеоны көрместен бұрын каналыма подписаться етуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен біз қамырын ашытудан бастаймыз. Яғни бірінші апарасын дайындап аламыз. Ол үшін ашытқыны жылы суға салып араластырып, оның үстіне жарты шай қасық шекерімізді салып, жақсылап тағы да араластырып, бетін жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Сосын електен өткізілген ұнның үстіне жылы сүт пен жылы судың араласқан түрін осылай ортасын ашып құйып араластырып аламыз. Шекер мен тұзды қосамыз. Бөлме температурасында еріген сары майды да қосып, оның үстіне дайын болған апарамызды да құйып, қасықпен бірінші жақсылап араластырып, сосын қолмен жұмсақ қамыр илеп аламыз. Қамыр қаттылау болып шығуы да мүмкін, бірақ бауырсақ әдемі болып шығады. Жақсылап илеп болғаннан соң 1,5-2 сағатқа ашытып қоямыз, арасында 1-2 рет қайтарамыз. Міне біздің бауырсақтарымыз ашып шықты. Дәл осы видеодағыдай екі жағын ұнмен жағып, оқтаумен 1,5-2 сантиметрдей қалыңдықта жайып, дәл осы видеодағыдай дөңгелек етіп бөліп аласыздар, немесе өз қалауыңыз бойынша әртүрлі етіп бөліп алсаңыздар болады. Бөлінген бауырсақтардың бетін жауып 20 минутқа тоңдырамыз. Міне бұл жерде біздің бауырсақтарымыз пісіп уже дайын болып жүр. Пісіруге дайын. Енді қызып тұрған майға астын орташа газбен қойып, осылай екі жағын қызарғанша қуырып аламыз. Міне қыздар, осымен біздің бауырсағымыз дайын болып шықты. Егер де видео рецепт ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма подписаться етуді ұмытпаңыздар. Сіздер де осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын.